Аллаға шүкір, інжуді емдететін қаражат толықтай жиналды. 2024 жылдың ораза айында Ильяс Сариев інжудің еміне сбор жасайды. Одан бөлек блогер өзінің көлігін сатып, інжуді емдетемін деп ата-анасына уәде берген. Тіпті нағыз болмай жатса, мен сізге уәде беремін, машинамның кілтін мен сізге әкеліп тастап кетемін. Інжудің еміне халықтан 27 миллион теңге жиналады. Ең сорақысы Сариев науқас қыздың ата-анасына тек 9 миллион береді. Сол ақшаға ата-ана қызын Индия еліне емге апарады. Алайда ол жақтан ем қонбай, інжу өкінішке қарай 2 аптадан соң туған жері Оралда қайтыс болады. Ал 27 миллионның қалған 18 миллионы қайда? Бұл сұраққа інжудің әкесі жауап берсін. Қалған қаражат 18 миллионның өзінде қалды. Сол Ильястан сұраған болатын, мен қалған қызымның қаражатын не істейсіздер деп. Үй алып берем деп. Айтқан болатын қалған қаражатын. Алдап, осы күнге дейін алдап кетір. Мен тіке айып тастаймын басында. Жоқ, ол емдейін нәрсе үй алынбайды. Біз сізге үй алатын вариантты шығарып жатырмыз да мына жерден. Менің абыройым сенің алдында таза болу керек, елдің алдында таза болу керек. Сенің де абыройың менің алдында таза болу керек. 2-3 күннен кейін мен шығуым керек. Мен алдында кеше айттым ғой оларға. Брат, сіз 2-3 күн дейсіз, дағы 2-3 күн жоқ кетесіз ғой тағы. Ақыр соңында көлікте сатылмаған, қызын жерлеп зар жылаған ата-анаға үй алып беремін деген Сариевтің уәдесі де орындалмаған. Сонда 18 миллион теңге қайда? Түрмеде жатқан Ильястан құзырлы орган бұл сұраққа жауап алады деп сенеміз. Алмай жатырмын. Мен хабарландыру дедім жаңалықтардың соңында. 1 сағат өтіп кетті, әлі ойланып отырмын, қалай жеткіземін, не айтам деп. Енді кеше болған жағдайды айтып берейін мен. Инстаграм парақшасы бар, сол жерде мен сөйлесіп отырам, пікір алмасып, жазған адамдарға жазып, бір жігіт жазып жүрген маған, Дін Мұхаммед деген. ПСЖ алғашан ойнайды, осындай деп. Сонымен пікір алмасып жазып жүргенбіз. Бір кезде кеше маған бір сурет жіберді, аға мен осындай баламын деп. Мен не істерімді білмей қалдым, не жазарымды білмей қалдым. Көмектесе аласыз ба деді. Ол жағдай енді білмеймін, өте ауыр, кәдімгідей қабылдадым, мен қатты қабылдадым, аяқ асты өйткені күтпедім мен осындай баламын деп. Кеп тұрғанда жап-жас 16 жастағы бала. Бірден әрине көмектесемін дедім. Қолымнан келгенше мен сенің Каспий голдыңды бәрін жібер салайын. Енді сөйлей аласың ба деп едім. Сөйлей алады екен аздап. Содан кейін видеозвонокқа шықтым. Видеозвонокпен сөйлескенде жүрегім кәдімгідей бачысы шығып кетті ғой жүрегімнен. Сондықтан достар, бір қазақтың баласына тамшыдай болсын көмектесейікші. FIFA ойнап жүргендер бір күн FIFA ойнамай қояйық. Суши жеп жүргендер бір күн суши жемей қояйық. Ставка қойып жүргендер бір күн ставка қоймай қояйық. Жалпы бір күн бір нәрсені қысқартып, Димаштың еміне үлкен бір көмек жасап берейікші. Негізі садақа деген саған келе жатқан қауіптің бетін қайтарады екен. Саған келе жатқан жамандықты тоқтатады екен. Сондықтан да достар, Димашқа да өздеріңізге де бір үлкен жақсылық жасасаңыздар. Димаш Ақтауда тұрады, анасы бар, бір қарындасы бар, бір інісі бар. Анасы жұмыссыз, әкесі жоқ екен. Сондықтан достар, қазір мына YouTube'ты көріп отырсыздар, басқа жаққа ауысып кетпей, басқа жерді аралап кетпей, қолдан келгенше 1 минут қана уақыттарыңызды бөліп Димашқа көмектесейік. 1 минут қана уақыттарыңызды бөлесіздер, болды. Садақаның, сауаптың үлкен кішісі болмайды. Әркім қолынан келгенше көмек жасасаңыздар. Мына жерде Димаштың өзінің анасы голды осыған жіберсеңіздер. Біз 10 мыңбыз деп мақтанғанымыздан ешқандай пайда жоқ, ешқандай қайыр жоқ шығар, бір қазаққа көмектесе алмасақ. Сондықтан да Димашқа көмектесейік. Қайта өтінбей қояйын, мен сіздерге сенемін. Барлықтарыңыз жүректеріңізде жылу бар, жанашырлық бар. Себебі сіздер қазақсыздар. Қазақтың қанында бар бір-біріне көмектесу деген. Димаш бауырымызға Алла тағала жар болсын, шипа берсін. Ал Димашқа көмектескендерге Алла разы болсын. Рахмет. Дін Мұхаммед ұлым туғалы осындай ДЦП аурумен ауырады. Қазіргі таңда біздерге Турция еліне барып ота жасатуға 3 миллион қаражатымыз жеткіліксіз болып жатыр. Сол себепті сіздерден 100 теңге, 200 теңге болса да қол ұшын созып жіберсеңіздер, Алла разылығы үшін. Көп түкірсе көл демекші, Алла разылығы үшін көмектесіп жіберсеңіздер. Алла разы болсын барлықтарыңызға.